чесноктың бізде усарымсақ дейміз. Бұл сарымсақ. Бұл өте улы ғой. Бұның мынандай жігі ашылмағанын аласыздар, жігі ашылғанның қоректігі кетіп қалған. Оны көп адам түсіне бермейді екен. Мына чесноктан жасап аласыздар. Мынандай әйнек, пластмасс болмайды, достар. Әйнек. Тізе қақсайтындар бар ма? Қолдарыңыз қақсайтын бар ма? Мына желкелеріңіз ауыратын бар ма? Мынадан үлкен дайындайсыз ба? Кішкентай дайындайсыз ба? Өз еріктерің. Енді сұйық май дайындайсыздар. Чеснок дайындайсыздар. Осы екеуіне, осының ішінде өзіне қысым пайда болады чесноктан. Чеснок деген өте улы, шикідей жеуге болмайды сіздер. Бірақ 100 түрлі ауруға ем. Бұның қонынан, сақалынан тартып ем. Мен бірден айтамын сіздер. Аяқ қолыңыз қақсай ма? Міне, сұйық майдың арзанырағынан аласыздар. Осыны қанша күн қараңғы жерде, қара пакетте, күн көрмеген жерде сақтайсыздар, достар, Сол үшін мен сіздер екі бүйрегіңізді суға алып жүрме, осыны өзіңіздің денеңіздегі ыстық өткізу арқылы өзіңіз емдейсіз. Еміздер, чеснокты бүтін салмайсыздар, достар. Сұйық май дайындайсыздар, чесноктан дайындайсыздар, пластмасс болмайды, достар. Мынау әйнек. Осындай бүтін тұрғанды аласыздар, сақалынан, қонынан тартып ем, бұны шекер жесеңіздер, асқазан кілеге қабығын зақымдайды. Осыдан осы әйнек осы бөтелкенің ішіне саласыздар. Бұны қалай? Міне сіздер үшін алып келдім, тағы өзім үшін. Өйткені өзімнің үйде жасап алғаным таусып бітіп қалған. Ал енді чеснокты біз бұл неде турамаймыз. Оның емдік ролы жоқ. Осыда қысып, осыған салып, сұйық майды құйып, қанша күн қараңғы жерге қоямыз. Қанша күн? Толық тыңдаңыздар, достар. Мына нені көрсетейін десем, мына эфир түсіріп тастаймын деп тұрмын. Ал енді достар, мынаны ашимыз, қазір көріңіз алттарыңызда, мен сынақ көрсететін болдым. Мынаған саласыздар. Міне достар. Мынау сол деген күшті шығар. Керек. Сіздер үшін қолдай отырыңыздар. Сұйық майды ашамыз, міне сіздер үшін мен жанеран алып келдім осыны. Көріңіздер, достар. Міне, енді қаншылықта болады өздеріңіз қарап отырыңыздар. Ашын бердеймін. Міне бір салып, осылай істесеңіздер, суы шығады. Міне, көрдіңіздер ме? Өте керемет ем. Бұны қазақ ата бабамыз біліп алыңыздар, чеснок демейді, усарымсақ дейді. Мен усарымсақ десем сіздер білмейсіздер. Не ол усарымсақ деген деп? Усарымсақ деген осы болады. Усарымсақ бұл ата бабамызда көп деген емге істеткен. Бұны ілме болғанда арқан сыған, аяқ қол ауырғанда жаққан. Ата бабамыз біледі ғой. Ата бабамызда доктор, медицина болмаған кезінде өздері емдеген. Сұйық майды құямыз. Бұл сәл не болу керек? Бұны толтырып жасасаңыздар да болады, бірақ чесноктан сұйық май асып тұру керек, Кәнекей достар, салмақ тастағыларыңыз келіп, неде турасаңыздар болмайды, оның ем болмайды. Ал осыған салдыңыздар, енді чайқап, бұның сыртына қара пакетке орайсыздар. Қараңғы жерде, үйіңізде қараңғы жер жоқ па, оны алып келіңіз. Менде қараңғы жер бар, мен сақтап беремін. Қараңғы жерге қоясыз, қара пакетті орайсыз, аузын ашпайсыз. Мынаның аузын ашуға болмайды. Аузын ашпай күнде қара пакеттен былай чайқап тұрасыздар. Өйткені өзіне от пайда болады, газ пайда болады. Бұл өзіне қанша күн тұрады? 15 күн қараңғы жерде тұрады. 15 күн. 15 күннен кейін алып шығасыз, 7-ші айда қоясыз. 15 күннен кейін алып шығып жағасыздар. Екі бүйрегіңіз ауырса, екі бүйректің тұсына алақандарыңызбен ысқылап жағасыздар, қысасыздар майды. Өйткені адам өзін емдеуге болады. Сіз қай жеріңіз ауырады? Сіз өзіңізді өзіңіз емдей аласыз. Сенесіз ба? Бұл қылым, бұл білім. Ақиқат дейді, мәңгі ел еді сынбайды.